Ал міне құрметті мені көрермендерім, қыз-келіншектер, жаңағы сүтімізді жылытқан сүтімнен міне сепаратор арқылы кілегейімізді, сметанамызды міне бөліп алдым. Міне мынау енді содан шыққан бұл көк сүт деп айтады. Осы сүтімізді енді осы қақпағын жауып жылы жерге күннің астына қоямыз. Сол кезде сүтіміз ұйыды. Сол ұйыған сүтімізді дорбамызға құйып аламыз. Міне қыздар, айранымызды ұйып тұрған осындай дорбаларға құйып аламыз. Міне кестіміне. Міне қараңыздар, ішіндегі міне достар, міне дорбаға құйып, міне қыздар осылай құйып қоямыз. Осының сарсуы шығып, міне толығымен біткен кезде ол кәдімгі құрт жасауға дайындалатын қатық дайын болады. Ал қыздар, міне жаңа қалташаға құйған сүтімізден суы сорғып осындай міне қатық пайда болады. Құрғап, міне көрдіңіздер ме? Осыған енді татымына қарай өз қалауларыңызша тұзын саласыздар. Бісміллах деп, мен алдында бір тұздап қойғанмын, тағы да татымына қарай саламын. Енді осы тұзды салып болғаннан кейін қолдың көмегімен жақсылап отырып былай араластырамыз. Араластырып, әбден осылай араластырып, өз қатында иі қанып, біркелкі көзі бола бастайды. Осылай араластырып аламыз. Міне достар, тұзын салып, әбден иі қанғанша араластырып алдым. Енді мынандай аз мөлшерден алып, қандай формада жасайтын оны өз еріктеріңіз. Бұлай домалақ жасауға да болады, міне. Бісміллах деп. Мынау домалақ түрі, міне. Тағы біреу жасап көрсетейін. Осындай табиғи өнімдерді жегенге не жетсін қазір. Қолдан жасап, мүмкіндіктеріңіз толып жатса, осылай қолдан дайындап көріңіздер. Қыз-келіншектер, болашақ отбасын құрайын деп отқан қыздар. Міне домалақ түрі. Бұны әртүрлі формада жасауға болады, ол өз еріктеріңіз. Қыздар, мынау енді домалақ формадағы, мынау енді сықпа. Менің сықпа құртым енді осылай шығады. Бұны да бұл жерде құртты бұлай жаса деген ешқандай қатпан қағида жоқ. Оны әртүрлі формада жасауға болады. Мынау домалақ түріміз, ал мынаны мен сықпа деп айтам. Міне сықпа түрін міне бұлай қолдарыңызбен алақанмен домалатып алып, міне қысасыздар. Міне қыздар, енді бұл құрт жасап видео жүктеу менің ойыма келмеп еді. Бір оқырманымның сұрауы бойынша құрт жасап салыңызшы деп өтініш жасаған екен. Сол қыздың өтінішін орындап, қазір мен аяқ астынан осы құрт жасауды бір шетімен сіздермен де бөлісейін деп, қалай дайындау керек екен түсіріп отырмын видеоны. Мына формамыз, міне қараңыздар. Өзі мына қазақ үйге, қазақ үй тәріздес, міне қараңыздар, сондай. Бұл форманы келтіру үшін қатығымызды қолымызға аламыз да, алақанның көмегімен былай міне
Міне. Сонда мына осылай айландырсаңыздар алақанның көмегімен. Міне, кәдімгі қазақ үй формуласы болып шығады. Бұл бір түрі. Ал қыздар, міне, мынау деген шарик тәріздес доп-домалақ құрттың формасы. Енді бұл форманы көрсетіп өтейін қыздар. Енді бұл форманы жасау енді әркім қолынан келе берер. Міне, қатығымызды аламыз да мына саусақтың түбіне міне бұлай дөңгелетеміз. Міне, шарик тәріздес болды. Бұл да бір әдемі өзі формасын беріп тұр. Қараңыздар. Ал міне, құрметті менің көрермендерім, оқырмандарым. Міне, құртты әртүрлі формада жасап, дайындап көрсеттім. Осы тәсілдерім, рецепттерім ұнап жатса, бұдан былайғы видеоларда да сүт өнімдерінен жасалған әртүрлі тағамдармен бөлісетін боламын. Тіркелмесеңіздер, менің арнама тіркеліп, комментария бөліміне пікірлеріңізді, ойларыңызды, сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер. Мен жауап беруге тырысамын. Мүмкіндік туып жатса осылай дайындаңып көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Келесі видеода кездескенше